Балақай, кел ертегі тыңдайық. Бүгінгі тыңдайтын ертегі мысық неліктен тышқанды жейді ертегісі. Ерте-ертеде мысық пен тышқан өте тату өтетін дос екен. Олар тапқандарын бөліп жеп, ойнап күліп жүріпті. Сол кезде адамзат жыл мүшелерін белгілеу үшін бір жылы хайуанаттарды жинап сайлам жүргізбек болыпты. Бұл сайламға бүкіл хайуанаттардың барлығы қатысуы керек екен. Ертең сайлам жүргізіледі деген күні ұйқышыл мысық таңертең ұйықтап қалып, сайламнан құр қалмайын деген ойымен қағілез досы тышқанға: ағайын, ертең сайламға бірлікте барайық. Ұйқының қаттылығын білесің ғой. Таңертең мені сөзсіз оятып қой, ертерек барайық депті. Хам жеме, мысық аға, мен таң атпай оянатымын білесің ғой. Сені оятпай қайтып жалғыз барамын депті тышқан. Бірақ ол түнімен ойға батып, сайламға қатысушылардың саны көбейіп кетсе, маған жыл тимей қалуы мүмкін деген байламға келіп, ертесі таңертең алаң-елеңде орнынан тұрып, қасындағы мысықты оятпай, өзі жалғыз сайламға жетіп барады. Сайлам барысында тышқанның жолы оңынан келіп, 12 жыл мүшелінің біріншісі болып сайланады. Тышқан қайта оралғанда, орнынан енді тұрған мысық: сайламға қашан барамыз деп сұрайды. Әлі ұйықтап түс көріп тұрсың ба? дейді тышқан мазақтап күліп. Сайлам аяқтағалы қашан? Мен сайланып қана қалмастан біріншілікті қолдан бермедім. Мені неге оята салмадың? Дейді мысық ренжіп. Ұмытып қалыппын, дейді тышқан. Ашуланған мысық мұртын едірейтіп: оңбаған, бетсіз, тұқымыңды құртайын деп боқша атылып барып, тышқанды бас салып, қылқындырып өлтіреді де жеп алады. Бірақ мысық әлгі тышқанды өлтіргенімен жыл мүшелікке ие бола алмайды. Сөйтіп, күні бүгінге дейін мысық тышқанды көрді болды, бас салып қысып, мылжа-мылжасын шығарып жеп алатын болды.